Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге компания жаңалықтары мен бренд оқиғаларын туралы айтатын ең үздік ақпараттық жоба Alina News'тың 3-ші маусымы. 17 мамыр күні Алматыда Alina Group ұйымдастырылған жыл сайынғы таза отан экофестивалі өтті. Бұл компанияның ең ұзақ мерзімді экологиялық бастамаларының бірі. Биыл жобаға 23 жыл толды. Таза отан бастамасы 400-ден астам қызметкер мен олардың отбасыларын біріктірді. Бірлескен күштің арқасында 8 тонна қоқыс жиналып, оның жартысы қайта өңдеуге жіберілді. Биыл алғаш рет қалдықтарды бөлек жинау ұйымдастырылып, пластик, шыны және қайта өндірілетін заттар алаңның өзінде сұрыпталды. Биыл жоба ауқымы одан әрі кеңейіп, экологиямен қатар білім беру және әлеуметтік бастамаларды да қамтыды. Қатысушылар үшін эковикториналар, шеберлік сабақтары және мен табиғатқа қамқорлық жасаймын атты балалар суреттерінің көрмесі өткізілді. Жобаның ерекше белгілері ретінде әлеуметтік серіктестер Hello Eco және ерекше балалардың жұмыстарын таныстырған Арди орталық қатысты. Мы только что вернулись с уборки территории, собрали сегодня более 1000 мешков разного мусора, но в этом году мы собирали не только мусор, но еще и вторсырье. Хочешь жить в чистой стране, начни с себя. 18 мамыр күні Тәжікстанның Соғды облысында Alinex бренді алғашқы рет құрылыс саласының мамандарына арналған шеберлік сабағын өткізді. Іс-шараға 100-ден астам шебер мен жөндеу саласының кәсібі мамандары қатысып, тәжірибе және практикалық білім алмасу алаңына айналды. Alina Group мамандары заманауи құрылыс қоспалары мен оларды қолдану ерекшеліктері туралы айтып, жұмыс істеудің негізі технологияларын көрсетті. Alina Group'та жаңа тендерлік алаң іске қосылды. Бұл сатып алу мен қызмет көрсету үдерістерін жеңілдететін, жылдам әрі ашық ететін заманауи цифрлық құрал. Енді тендерлерге қатысу жеткізушілер үшін барынша ыңғайлы болды. Жетілдірілген функционал, өтінімдері оңай тапсыруға, кезеңдерді бақылауға және жүйемен артық қиындықсыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Біз басты қағидатты ашықтықты күшейттік. Енді барлық тендерлік рәсімдер қатысушылар үшін әр кезеңде түсінікті және ашық бола түсті. Ал дәл қазір сіздердің сүйікті English Club. In early May in Almaty, an important meeting took place between key managers of Alina Group and the top management of Global Nipsea. During the meeting, Nipsea CEO Mr. Wee answered questions from members of the Alina board and emphasized the importance of local identity supporting leadership and openness in the company's development. Бізбен бірге болыңыздар және Alina News'тың 3-ші маусымдағы жақсы жаңалықтардан хабардар болыңыздар.